Саламатсыздар ма? Егерде сіздерде товарды дұрыс жеткізбегеннен кейін, уақытылы жеткізбегеннен кейін пеня жүретін болса, ол пеняны қалай төлейміз? Соны қазір мен 2 сағат отырып таптым, соны айтайын дедім. Сіздерге мынандай не келеді? Өздері реквизит жібереді. Мына жерде КБК-сы жазылған. И другие не налоговые поступления. Сондай жазылған, короче. Оны сіздер былай Каспи Пейға кіресіздер. Мен 4.9-ға звондадым, жаңа сөйтіп біліп алдым. Переводыға кіреді екенсіздер, налоги дегенге кіреді екенсіздер. Одан кейін другие платежи дегенге кіресіздер. Тип платежа дегенге налоговые отчисления дегенді басасыздар. Тип отчисления дегенге наименование или болмаса КБК деп тұр. Жаңағы жерген реквизитке қайттан барасыздар да КБК-ны көріп аласыздар. 206-109 деп тұр. Енді осы жерге 206-109 десеңіздер, другие не налоговые поступления деген шығады. Осыған басасыздар. Неге мен оны бастым? Өйткені мына жерде тұр. Другие не налоговые дегенше сол тұр. Содан кейін мен соны бастым. Одан кейін бин деп тұр. Бинға жаңағы қай мекемеге жеткізуіңіз керек еді, қай мекемеге уақытылы жеткізілмеді, соның бинін береді өздері. 99-104-30-15-26. 99-104-12-30-15-26 ма? Дұрыс па? Осыны міне. Оскемена көріс деп шығыптыр. Осының үстін басасыздар. И суммаға, әне жерде сумма жазылмайды, почему-то өздеріңіз сұрап аласыздар. Әне жерде қанша сумма төлеу керек екен жазылмаған. Бірақ маған 86 теңге деп айтты. Сосын мен 86 теңге дедім. Подтвердить дегенді басасыздар. Потом оплатить дегенді басасыздар. Мен уже оплатить дегенді басып қойдым. Басып төлеп қойдым. Мына жақта историяда шығып тұр менде міне. Минус 86 теңге. Минус 86 теңге бітіп шығып тұрады. Кейін оған желген кезде айтасыздар. КБК-сы мені тұр. КБК-ға қарап өздері тексеріп алады. Бізге госзакуп порталына бізге договор жібереді. Сол договорды кіріп ашып көреміз. Жақтан договор жақтан сол жіберген договордың ішіне кіріп, номердің үстін басамыз. Мына жерде екі осы көрсетілген екі жерге галочка қоямыз. Өзіміздің СП ключімізбен қол қоямыз. Паролін жазып, бірден осындай окно ашылады. Бізде мына жерге жаңағы жіберген квитанциямызды бекітеміз. PDF форматта. WhatsApp-қа кіріп, жаңағы жіберген квитанциямызды PDF форматта алып аламыз. Енді жаңағы жіберген файлымызды загрузкенің ішінен тауып аламыз. Қателесіп кетпеу үшін атын өзгертіп қоямыз. Өзіміздің СП ключімізбен қол қоямыз. Мына жерде жасыл шыққанын күтеміз, жасыл галочка шыққанын. Біз договорға қол қойдық. Егерде сіздер товарды дұрыс жеткізбеген жағдайда осылай пеня
жүретін болады. Сол кезінде осылай пеняны через Каспи төлеп, одан кейін договорға прикрепить етіп подписаться етеміз. Егер де сіздерге осы видео пайдалы болған болса, менің YouTube каналыма лайк басып, подписка жасап, комментарий жаза кетіңіз.